Бүйрекке неге тас байланат? Также факторами является Бүйрекке тас байланудың басты себептерінің бірі артық салмақ пен қант диабеті. Күйзеліс, қорқыныш пен психологиялық бұзылыстар ерлердің денсаулығына тағы не әсер етеді? Эректильді дисфункция урология, андрологияда жиі кездесетін аурулардың бірі. Расында да ұялады, сұрауға. Қуатын жоғалтқан ер адамдарға қазір қалай көмектеседі? Эректильді дисфункцияны емдеуге келе ме? Қан тамырлары жүретін жолға арнайы протез қолданылады. Бірнеше минуттан кейін диагноз бағдарламасынан тамашалаңыз. Бүйректе тас бар. Ультрадыбыстық тексеруден соң осындай диагнозбен шығатын отандастарымыз көп. Қазақстанда 100 мың адамның 74-нің бүйрегіне тас байланады. Бұл ұлттық ғылыми медициналық орталықтың урология бөлімінің ақпараты. Бүйрек ауруларынан бөлек мұнда қуық ауруларын емдеп, аталық бездің қызметін қалпына келтіреді. Диагноз бағдарламасының бүгінгі санында бүйрекке байланған тасты қалай алатынын көрсетіп, эректильді дисфункцияны емдеу жолдары жайында айтамыз. Эректильді дисфункция урология, андрологияда жиі кездесетін аурулардың бірі. Ол жаңағы бөлінеді. Қан тамырларына байланысты, жаңағы гормональный сбой дейді, және де сопутствующий аурулар болады адам өзінің. Не болмаса дәрі-дәрмек кішкене пайда болатын, психогенді факторлар болады. Эректильді дисфункция гормональдық бұзылыстарға немесе қан тамырлары ауруларына байланысты туындайды. Бірақ дәрігерлердің айтуынша әр жастың өзіне тән себептері болады. Егер жастарда репродуктивті денсаулыққа психологиялық факторлар әсер етсе, үлкен кісілерде физиологиялық факторлардың әсері басым. Ер адамда өзінде 30 жастан кейін жаңағы запрограммированный дейді, жаңағы тестостерон төмендеу басталады. Соның барлығы социальный фактор, аз қозғалу, жаңағы қазір заман талабына байланысты көптеген адамдар офистар, кеңселерде жұмыс істейді. Соның әсерінен қан айналысының дұрыс болмағаннан осындай проблемалар қазір жиі кездесіп жатады. Тексеруден ыңғайсызданып, ауруын асқындырып алатын ер азаматтар бар. Жыныстық жүйесінде проблемасы бар ер адамдар дәрігермен сөйлескісі келмейді. Өйткені бұл ұят мәселе деп ойлайды. Дегенмен қазір бұл ауру зерттелген және оны емдеудің түрлі әдіс тәсілдері бар. Расында да ұялады, сұрауға, жаңағы мүмкін досынан сұрайды, жаңағы осындай проблемаларды ер адамға мойындау өте қиын. Содан кейін ол жаңағы бізге келген кезде көбінесе жаңағы уже қан тамырлары дұрыс жүрмей қалған кезде, не болмаса жаңа гормон ер адамның гормоны қатты түсіп кеткен кезде сол кезде хабарласады. К сожалению, пациенты стесняются обращаться и приходят в очень запущенном состоянии. Өкінішке қарай кейбір ер адамдар қаралуға ұялады. Сөйтіп, ауру асқынғанға дейін жүре береді. Бұл менталитетпен байланысты деп ойлаймын. Кейбір ашық дерек көздерге сенсек, эректильді дисфункция барлық ер адамдардың 10%-інде, 70-тен асқан адамдардың 50%-інде дамиды. 40 жастағы ер адамдардың 5% толық эректильді дисфункцияға және 15% жартылай эректильді дисфункцияға шағымданады. Әр жастың өзінің диагностикасы бар. Егер де жас адам келсе, ол қан тамырларын қараймыз. Не себепті болып тұрған кейде мысалға артерия, вена деген болады. Мысалға артерия қанды жақсы келеді, та вена ұстай алмай қалуы мүмкін. Не болмаса артерия да келмейді. Не болмаса жаңағы психологический факторлар болуы мүмкін. Егер де бір жағдайдан эректильді дисфункция болып қалса, содан кейін ары қарай психологически жеңу қиын болады. Жасы 65-тен асқан қан диабеті бар азаматтардың қан тамырлары тез бітеліп қалады дейді дәрігер. Өйткені қан диабеті ең алдымен тамырларды зақымдайды. Бұл көз, ми, жүрек қан тамырлары және ер адамдардың жыныстық жүйесіне жауап беретін қан тамырларға қатысты. Мысалы, дәрігерге баратындардың жасы 55 пен 60 аралығында болса, солардың әрқайсысы өз жасына және денсаулығына қарай әртүрлі анализдерді тапсырады. Егерде жас адам болса, ол жаңағы анализін қараймыз, жаңағы қан тамырларын өзін жасаймыз. Егерде жасы келгенде адам болса, бұнда жаңағы сахарный диабет, басқа да аурулар болса, олардың абсолютно басқа түрлі. Оларға даже бізді компьютерный томография, жаңағы ер адамның мүшесін жасаймыз. Сол кезде нақты көрінеді.
қандай проблема болып тұрған. Әлем бойынша шамамен 20 миллион ер адам импотенциядан және эректильді дисфункциядан зардап шегеді. Бұл мәселе жас ұлғайған сайын жиі пайда болады. Сонымен қатар қант диабетімен ауыратын ерлердің 35%-інде осындай ауру бар деп есептеледі. Кейбір жағдайда бұл ауру белсіздікке әкеледі, бірақ белсіздік пен бедеулікке әкелетін себептердің бірі әлеуметтік жағдайдың төмендігі мен кеш үйлену дейді урологтар. Кеш үйлену. Өте кеш үйленеді. 30-ға жақындағанда, 30-дан асқан кезде. Қазіргі заманда білесіздер, фастфуд заманы, стресс, кредиттің заманы, оның барлық қатты әсер етеді. Және де жыныстық жолмен берілетін инфекциялар да көп. Егер де біз жаңағы ер адам сперматозоидтар өтетін каналды да бітеп тастау мүмкін, онда жаңағы мужской фактор болады. Ер адамның қуаты жоғалуына қандай себеп болмасын, дұрыс қойылған диагноз арқылы біраз мәселелерді шешуге және репродуктивті денсаулықты жақсартуға болады. Сондықтан мамандар ерлерге жалпы тәжірибелік дәрігерлердің немесе уролог-андрологтардың қабылдауына барып тұруға шақырады. Өзімнің опытымда 25-ке дейінгілер аз келеді. Ер адам болсын, әйел адам болсын, бүкіл факторларды өздерінде жиналады. Қазіргі заманда дәлелденген қант не болмаса глютен деген продуктларды көп жесе, ол жаңағы қан тамырларының жұмысын нашарлатады. Егер де дұрыс қан тамырлары жұмыс істемесе, керекті нәрселер бармайды ағзаға. Эректильді дисфункциямен көптеген неврологиялық сырқаттар ұштасады. Жолының жоғарғы бөліктері зақымданған науқастардың 95%-інде және құйымшақ бөлігі зақымданған науқастардың 25%-інде жыныстық белсенділігі сақталады. Эректильді дисфункцияның 5%-і эндокринді аурулар есебінен дамиды. Яғни осындай патологиясы бар ерлерде мұндай бұзылыстар жиі кездеседі. Ер адам органының сапасына әсер ететін факторлар өте көп. Температурный воздействие дейді, температурның көтерілуі. Айтыватыр, ковидтен кейін сперматозоидтардың қозғалтқыштығы төмендейді. Ол дұрыс, өйткені әр температура, ер адамның мүшесінде температура 34 градус болу керек. Дененікі 36 болса, оныкі 34. Егер де оның температура көтерілетін болса, ол да әсер етеді, қозғалтқыштар төмендейді. Бірақ ер адамның сперматозоидтар 72 күннен кейін толығымен жаңарады. Мамандардың айтуынша дұрыс тамақтанбау, ұйқының бұзылуы мен құрамында глютен көп тамақтарды жиі тұтыну қан тамырларға кері әсер етеді. Ал қан тамырлар ағзаны қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Егер оның жұмысы бұзылса, дене мүшелері керек заттарды ала алмайды. Сәйкесінше қан тамырлардың қызметінің бұзылуы ер адамның жыныс мүшесіне де кері әсер етеді. Дені сау ер адам, оның бейлі 90 сантиметрден көп болмау керек. Түнде кіші дәретке тұрмау керек. Егер де ол болмаса, онда адамға қарастыру не себепті солай болып жатқан. Мүмкін жаңағы дұрыс тамақтанбау, не болмаса стрессы факторлар бар. Эректильді дисфункцияға әкелетін басты факторлар бұл жүрек ауруы, қан тамырларының тарылуы, қант диабеті, жоғары қан қысымы, семіздік және метаболикалық синдром. Бұл тізімге Паркинсон ауруы, склероз, гормональды бұзылыстар, оның ішінде тестостеронның тапшылығы, темекі шегу, ішімдік ішу және есірткі қабылдау, сондай-ақ жамбас аймағында немесе жұлында жарақат алу, жамбас аймағына сәулелік терапия жасау да кіреді. Бедеулік болсын, эректильді дисфункция болсын, себебін тапқан ауруды емдеуге де болады дейді урологтар. Бірақ мәселе генетикалық факторларда болса көмектесу қиын. Өйткені бала кезден уақытылы диагностика жасалмаған ер адамдардың емі күрделі келеді. Инфекционный фактор болсын, жаңағы микроэлементтер дефициті болсын, не болмаса жаңағы қалыпқа келтіретін гормональный фактор болсын, біз көмектесе алатын, әрине онда көмектесуге болады. Ал мысалға эректильді дисфункцияда да себебін табу керек. Егер де себебін таба білсек, онда да дәрі-дәрмекпен емдеуге болады, операциямен емдеуге болады. Дәрі-дәрмектер түрлері көп, ал ең қызығы оперативный. Осы тұста бірі білсе, бірі біле бермейді. Эректильді дисфункциясы бар ер адамдарға протез қойып операциямен емдейді. Біз операция жасаудың алдында кавернозография деген болады. Кавернозографияны жасаған кезде нақты айтуға болады. Ер адамның қан тамырлары жұмыс істеп тұр ма, жұмыс істеп тұрған жоқ па. Егер де олар жұмыс істеп тұрмаса, дәрі-дәрмекпен емдегеннен ешқандай көмек болмайды. Онда протезге жүгінуге тура келеді.
Егер ер адамның қан тамырлар жүйесі дұрыс жұмыс істеп тұрса, немесе оны препараттармен емдеуге келсе, протез қойылмайды. Ал эректильді дисфункция кезінде дәрі-дәрмекпен емдеуге келмесе, науқасқа протез қойылады. Протездердің бағасы оның түріне байланысты. Сырт әлпетіне қарағанда ешқандай өзгерістер болмайды. Жаңа қан тамырлары жүретін жолға арнайы протез қолданылады. Ондай протездер осы біздің клиникада жасалынады. Жаңа протездер үш түрі болады. Бір компонентті, екі компонентті, жаңа үш компонентті деп. Әр науқасқа индивидуально қараймыз. Егер де мысалға бірінші компонент болса, онда жаңағы мүше ол тұрып тұрады әр уақытта. Екі компонентті деген ол жаңағы өзінің арнайы кнопкасы бар, сонымен етіледі. Бірақ ол да қатайып тұрады, қатты болып тұрады мүше. Ал үш компонентті деген ол жаңағы арнайы компонент, ол резервуар болады сумен. Егер де жыныстық қатынастың алдында оны жаңағы кнопканы басқан кезде суға толып, кәдімгідей ер адамның физиологиялық мүшесі сияқты болып. Ерлерде қан тамырлардың қызметін бұзатын басты факторлардың бірі қант диабеті мен артық салмақ. Ал артық салмақ аз қозғалғаннан немесе гормональдық бұзылыстардан пайда болады. Ер адамда қалай мүшесі орналасқан, қан келген кезде ол тұрады қатты болады. Егер қан бармаса, ол жаңағы қалыпты жағдайда тұра береді. Жаңа қанды көтертетін жаңа себептер болады, эмоция, жаңа либидо, сол көтерілген кезде жаңағы пайда болады. Қан келеді, сол қан келген кезде жаңағы пещеристые тела деген болады. Соны сол былай толады. Толған кезде қан барады, сол кезде ол толып қалады. Қан баратын жолдар бітелген кезде, анау пещеристые телаларға қан дұрыс бармаған кезде, оларда жаңағы склерозы болып, мысалға жабылып қалған кезде, сол жолдарды тазартады да толығымен. И жаңағы протезді қояды. Протездердің түрі мен бағасы науқастың жағдайына қарай жеке-жеке таңдалады. Бәрі аурудың күрделілігіне байланысты. Дәрігердің қолында 10% қана. 30% социум, бірақ ең үлкені 50-60% жаңағы науқастың өзіне байланысты. Қалай өмір сүреді, ары қарай қалай өзін ұстайтын. Бедеулікті да, мысалы, мужское бесплодие деп айтамыз. Егер де жаңағы қатты дәрі-дәрмектер көмектеспей, жаңағы обструктивный дейміз ғой, инфекцияға байланысты жаңағы сперматозоид жүретін жолдар бітеліп болса, онда эко жасауға тура келеді, жаңағы аталық мүшесін ашып, ол кезде жаңағы сперматозоидтардың санын қарап, егер де жақсы сперматозоидтар болса, соны алып экоға дайындайтын боламыз. Аталық бездің жұмысындағы ақауды кавернозография арқылы анықтайды. Науқасқа операция керек пе, жоқ па, оны да осы тексеру нәтижесі көрсетеді. Ер адамның мүшесіне арнайы контрастное вещество дейді, енгізіледі. Сол жаңағы жүрген кезде жаңағы қан тамырларын бойымен жүре бастайды. Сол кезде ер адамға компьютерный томография жасайды. Контраст қалай жүріп жатыр, қай жерге бар жатыр, қай жерге бармайды, және де қай жерде жиналады, соны көреміз. Наркозды көтере алмайтын немесе созылмалы аурулары бар науқастарға мұндай операция жасалмайды. Ал барлық тексеруден өтіп, жыныстық жүйесіне протез қойылған адамдардың оңалуына 1 айдай уақыт кетеді дейді дәрігер. Елордадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықта жылына 30 шақты осындай операция жасалады. Әзірге бұл ем түрі тек ақылы түрде жүргізіледі. Бұндай науқастар енді келе бастады. Бұрын егерде бұндай оталарды жасаса, олар көбінесе шетелге барып жасайтын. Қорқады, естейді, айтады деген сияқты. Және де бұндай мамандар бар ма, жоқ па, олар білмеді. Қазір жаңағы интернеттің арқасында олар оқи, дайындалады. Бағдарламаның екінші бөлігінде бүйрек несеп жолдарына жиналған тастар туралы айтамыз. Мысалы, 57 жастағы Асия Амантай қызының бүйрегінде 2,5 сантиметрлік тас болған. Ауру белгілері былтыр тамыз айында білініпті. Алдымен оның оң жақ бүйірі қатты ауырған, сосын іш аумағында жайсыздық сезінген. Ал ультрадыбыстық тексеру бүйрегінде тас байланғанын көрсетіп, мамандар оған осы орталыққа операция жасатуға жолдама берген. Почкамда 3 тас болды. Осы урология бөліміне келген операция жасам өте қуаныштым. Ербол, бас дәрігер Ербол Амангелдиевичтің командасы өте жақсы. Маған операция жасады. Новой технологиямен, лапароскопиямен
Бір прокол ғана, не тот, как в Советский Союзда. Разрез делали. Несеп тас ауруы кең таралған сырқаттардың бірі. Оған себеп көп. Ауа райы, су мен күн сәулесінен бастап тұтынатын азық түлік түрлеріне дейін бәрі ағзаға әсер етеді. Методики новые есть. Несеп тас ауруларын емдеудің жаңа тәсілдері бар. Солардың бірі эндоскопиялық операциялар. Ондайда біз несеп жолдар арқылы бүйрекке жетіп тасты аламыз. Егер тастың көлемі өте үлкен болса, кесуге тура келеді. Бірақ тілік кішкентай болады, шамамен 1 сантиметр. Сол арқылы тасты алып тастаймыз. Медицина мамандарына жаңа тәсілдерді үйреніп, емдеу хаттамаларына енгізу өте маңызды. Өйткені заманауи әдістердің көбі операция уақытын қысқартып, науқастың тез қалпына келуіне жағдай жасайды. Осы бағытта орталық мамандары шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып тұрады. Григорьев Николай Александрович, один из лучших эндоскопистов России, проводил мастер-класс, Ресейдің үздік эндоскопистерінің бірі иілгіш уретероскоп бойынша шеберлік сағатын өткізді. Бұл әдіс үлкен тастарды бүйректі кеспей, несеп жолдары арқылы үгітіп алып тастауға мүмкіндік береді. Химиялық қоспасы бар консервіленген азық-түлік түрлері көбейгендіктен несеп жолдары аурулары да қазір жиі кездеседі. Орталық дәрігерлері осылай дейді. У нас в стране увеличивается онкологические заболевания. Елде онкологиялық аурулар көбейіп барады. Олардың дені ауру асқынған науқастар. Сондықтан қуық-асты безінің қатерлісігін, жыныс мүшелердің қатерлі ісігін ерте анықтау үшін скрининг жасау керек. Ерлерге 45 жастан бастап жылына бір рет тексеруден өтіп тұрған абзал. Бұдан ұялмау керек. Ал операция үстелінде жатқан науқастың бүйрегінде үлкен тас бар. Көлемі 2,5 сантиметрден асады. Дәрігерлер оған операция жасауға дайындалып жатыр. Бүгінде бүйректегі тастарды алудың ең көп таралған әдістерінің бірі тері арқылы нефролитотрипсия жасау. Ол тасты лазермен бөліп, үгітіп алуға бағытталған операция. Бұл әдіс үлкен кіші түйіндерді жоюда өз тиімділігін дәлелдеген. Это операция, при помощи которой делается прокол в поясничной области без разреза. Бұл операция кезінде белдің аумағын тесіп, бүйрекке түтікше кіргіземіз. Түтікшенің ішіне арнайы аппарат орнатылады. Сол арқылы лазермен тастарды үгітіп алып тастаймыз. Заманауи медицинада нефролитотрипсия бүйрек тастарын жоятын ашық операцияға балама ретінде жүреді. Елімізде мұндай операцияны медициналық сақтандыру бойынша тегін жасайды, ал ақылы түрде тастарды алғызу үшін 300 мың теңге төлеу керек болады. В нашем урологическом отделении Біздің урология бөліміне түсетін науқастардың жартысында несеп тас ауруы болады. Бұл жылына шамамен 300 адам. Біз оларға эндоскопиялық операциялар жасаймыз. Несепағар арқылы немесе бел аумағын тесу арқылы тасты алып тастаймыз. Ғалымдардың зерттеуінше, ерлерде бұл ауру әйелдерге қарағанда 1,5 есе жиі кездеседі. Ал дәрігерлердің айтуынша, тұз бен жануарлар ақуызын көп тұтынғаннан, сұйықтықты аз ішкеннен және ағзадағы зат алмасудың бұзылғанынан бүйрекке тас байлануы мүмкін. также фактором является избыточная масса тела. Бүйрекке тас байланудың басты себептерінің бірі артық салмақ пен қант диабеті. Сондай-ақ бүйректің қабыну мен несеп шығару жолдары қызметінің бұзылуы да ағзаға кері әсер етеді. Бүйрекке тас жиналғанда зәр шығару жолдары бітеліп, бүйрек тұсы түйіліп қатты ауырады. Бұдан бөлек кіші дәретте қан білінуі мүмкін. Ауру асқынғанда адамның дене қызуы көтеріледі. Профилактика это уже... Аурудың алдын алу үшін жануарлар ақуызын тұтынуды шектеу керек. Өйткені ол кіші дәреттің тотығуын арттырады. Қалыпты деңгейде pH 6,7-7,2 аралығында болуы керек. Ал адам жануарлар ақуызын көп тұтынып, сұйықты аз ішкен кезде кіші дәрет тотығып, бүйрекке тас байланады. Ал күніне кем дегенде 2-2,5 литр сұйықтық ішу бүйрекке тас жиналудан сақтайды дейді дәрігер. Бірақ қан қысымы жоғары. Жүрегі ауыратын адамдарға абай болу керек. Оларға күнделікті тұтынатын сұйықтық көлемі жеке тағайындалады. При крупных камнях мы без разреза вот так. Тас үлкен болса, біз оны тесік арқылы үгітіп алып тастаймыз. Егер тас кішкентай әрі тығыз болмаса, оны консервативтік жолмен емдеуге болады. Егер тастың көлемі 1,5 сантиметрден үлкен әрі тығыз болса, осындай лазердің көмегімен операция жасаймыз.
Бүйрекке байланған тасты дәрігерлер бөліп алып тастайды, бірақ оның кішкентай бір бөлігін бүтіндей қалдырып науқастың өзіне береді. Ол тастың құрамын зерттеу үшін қажет. Операциядан кейінгі ем мен диета осы зерттеу нәтижесіне қарап тағайындалады. Метафилактика бүйрек және несеп жолдарында тас қайтадан пайда болмау үшін жасалатын соңғы қадам. Почка после операции работает даже лучше, чем до. Операциядан кейін бүйректің жұмысы жақсарады. Өйткені несеп жолын бітеп қалған тастар алынады. Жалпы операция кезінде біз бүйректі қатты зақымдамаймыз. Тек денеге диаметрі 0,5 см тілік жасаймыз. Операциядан кейін науқас 2-3 аптадай дренажбен жүреді. Ол лазермен үгітілген тастың ұсақ қалдықтарынан бүйректі тазарту үшін қойылады.